Армысыз қазақ елі. Бүгін, яғни 29 сәуір, Серікбекова Назымның бүгін 2 рет эфирге шығып, тікелей эфирге шығып, бейнежазбаларын көрдім. Сонда осы таңғалып, масқара болып, осы таңғалып отқаным, осы эфирге де шығып отқанымда, бейнежазып отқанымда, Машкалова деген Дулатқа айтқан күні 25 күні, ақпан күні, сол күні Назым ішкі істер министрінің алдына барған кезде солардан бастаған, телефон тартып алып, провокация жасап. Одан кейін жақында осы сот болды. Сол кезде адвокатты Назымның телефон тартып алғысы келіп адвокатынан. Сонда провокация жасаған. Міне бүгін тағы да қасында Роза апай деген бар, белсенді, Алия Жакупова бар. Сол Роза апайға тиісіп, бүгін тағы да сондай бір провокация жасапты. Мен осы неге таңғалып отырмын? Бұл қандай, қаяққа бара жатырмыз қазір? Қандай елге? Осындай жағдай бұрын 90-шы жылдар болған шығар. Мынау деген вообще беспредел ғой. Қалай түсінуге болады бұны деген? Осы бейнежазбамды ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевқа жолдаймын. Талап ететінім, ана Машкалованың сіздер не қойдыртыңдар, я болмаса арам өліп қалатын жағдайға келіп тұр. Назым Серікбекованың не туыстары жоқ па, іні бауырлары жоқ па, жолдасы бар. Ертең байқамастан қолы тиіп кетеді. Бұл үшінші рет провокация жасап тұр. Ертең байқам қолы тиіп кетеді, ал арам өліп қалатын. Сондай екі семья қайғы шегіп, біреу сотталып кетеді, біреу өліп қалатын. Осы ма күтіп отқандарың? Халық жазасын береді ол Машкалованы. Қызына да, шешесіне де. Сол Тұрғынбаевқа, ішкі істер министріне, сосын Саденов Астана қаласының ішкі істер полициясының басқармасына. Осы жолдауымды соларға, бейнежазбамды соларға жолдаймын. Таратып отырыңыздар ағайын, сол құлақтарына жеткізейік осы бейнежазбамды. Рахмет.